Барлығына сәлем. Бүгін біз 2018 жылы жарық көрген Дэдпул 2 комедиялық боевигінің сюжетін талдаймыз. Уэйд Уилсон, яғни Дэдпул, бүкіл әлем бойынша қылмыстық топтармен сәтті күресіп, тұтас қылмыстық синдикаттардың көзін жойып жүреді. Үйіне оралған Дэдпул есірткі саудасымен айналысатын ірі банданы құрықтауға кіріседі. Бірақ оның көшбасшысы Сергей Волошников бункерге тығылып үлгереді. Қарсыластарына көмекке қосымша күш келгенде, Дэдпул жақын маңдағы таксистің көлігіне секіріп мініп, тайып тұруды ұйғарады. Үйіне оралған Уэйд қалыңдығы Ванессаны мерейтойларымен құттықтап, оған жетон сыйлайды. Қыз бұған өте қуанып, одан бала сүйгісі келетінін айтып, бақытты жұп болашақ сәбилеріне есім таңдап жатқанда, үйге кенеттен қарулы бандиттер басып кіреді. Дэдпул олардың көзін тез арада жойғанымен, соңынан пайда болған Волошниковтың кездейсоқ атқан оғы Ванессаға тиіп, ол қаза табады. Ызаға булыққан Уилсон терезеден секіріп шығып, Волошниковты көлігінен суырып алады. Гангстерді қатты құшақтаған күйі екеуі жолға шыққанда, оларды жоғары жылдамдықпен келе жатқан жедел жәрдем көлігі қағып кетеді. Сүйіктісі қайтыс болғаннан кейін Уэйд ауыр депрессияға түсіп, қайғысын ішімдікпен басуға тырысады. Бірақ бұл көмектеспей. Содан соң Дэдпул ішіндегі мұңын тарқату үшін бұрынғы соқыр көршісі елге барады. Алайда қарт әйел жігітке ештеңемен көмектесе алмайды. Әбден түңілген Дэдпул өзін бөлшектеп жіберетін жойқын жарылыс ұйымдастырады. Соңында Уэйд Ванессаны кездестіреді. Бірақ қыз оның жүрегі әлі де өз орнында емес екенін айтып, оған жақындатпайды. Күтпеген жерден Дэдпул біздің әлемге қайта оралады. Себебі Колосс оның дене мүшелерін қапқа оқтап жинап алып, Икс адамдардың саяжайына алып келген екен. Көп ұзамай Уэйдтің денесі толық регенерациядан өтіп қалпына келеді. Колосс досына бұл жердегі мутанттар бір үлкен отбасы сияқты өмір сүретінін айтып, Дэдпулға олардың қатарына қосылуды ұсынады. Жас Рассел ерекше қабілеттері бар қиын жасөспірімдерге арналған мутанттарды қайта тәрбиелеу орталығы атты панажайға түседі. Панажай директоры өз тәрбиеленушілерін басқару мүмкін емес зұлым тіршілік иелері деп санап, оларға өте қатыгез қарайды. Ол ең адамгершілікке жатпайтын тәсілдермен балалардың бойындағы Икс генін жоюға тырысады. Қорлықтан әбден шаршаған Рассел бүлік шығарып, отты басқару қабілетін пайдаланып, айналаның бәрін өртейді және директорды өлтірмекші болады. Полиция мутантпен күресе алмағандықтан, оқиға орнына Икс адамдар мен олардың тағылымдамашысы Дэдпул келеді. Сөзі бар, Уэйд ашуланған мутантпен келіссөзді өзі жүргізбек болады. Алайда балақай ашуға мініп, өзін Файрфист деп атайды да, адамдарға бірнеше рет шабуыл жасайды. Дэдпул берілмейді, бірақ ол директордың мысқылдап күліп тұрғанын байқап қалады. Ашуланған балақай келіссөз жүргізушіге қарай отты шар лақтырады. Ренжіген Уэйд қылышымен Расселді есеңгіретіп тастайды. Содан соң баланың мойнына оның барлық супер қабілеттерін басып тастайтын қарғыбау тағады.